Олар ұлттың тақырыбын айтпайды, аспанға қаратып бытыраның оғын атады. Олар жер сатылатын кезде үнсіз қалды. Олар Қытайға жер беретін кезде үнсіз қалды. Олар жаңа өзеннің қырғынында үнсіз қалды. Олар қаңтарда үнсіз қалды. Олар Қытайға жерді екінші мәрте сататын кезде үнсіз қалды. Олар мынау бүкіл қазақтың жас өрімдей ұлтшыл азаматтары жаппай қырғынға ұшырағанда үнсіз қалды. Олар Қытайдағы бауырларымыз геноцидке ұшырап жатқанда үнсіз қалды. Олар мынау Қытаймен визасыз режимді орнатқанда үнсіз қалды. 3-5 миллион орыс қазақ жерін бір оқ атпай жаулап алғанда үнсіз қалды. Оларды не істейміз дейді. Оған менің жауабым айқын. Бірін қалдырмай басын шабамыз. Басын шабамыз десе ойламаңыздар. Екі қолына қаны аққан қылыш ұстап немесе үлкен дәу дардың алдында тұрып бас шабады екен деп. Жоқ. Ең үлкен жау ұлттың басына ең ауыр қауіп төнгенде нейтрал болғандар, үнсіз қалғандар, ортада тұрғандар. Бұны қайсы күні айттым. Италияның атақты ақылманы Дантенің өзі айтты. Олар тозақтың отында өртенетіндер. Олар ұлттың басына күн туғанда, елдің басына күн туғанда нейтрал ортада қалғандар дейді. Иә, қазір не көп? Бізде ақылман көп. Әулие көп. Қолдан жасалған жұлдыз көп. 3-4-тен қатын алып, Дубайда, Түркиядан, тоқалдан тоқал алып, самұрық қазынаның жуындысын ішіп отырған осындай интеллигенттер бар. Әулие десең әулие, доктор десең доктор, профессор десең профессор. Олардың атағы жетеді. Оларда байлық та бар, қатын да бар, білім де бар, қолдайтын жұрт та бар, ақша да бар. Олар әшейін бүкіл желінің жұлдызы. Бірақ олар тек қана айт деген шектеулі шеңберде рұқсат етілген тақырыптарды айтады, бірақ басқа тақырыптарды ешқашан айтпайды. Енді осылар ұлт мәселесінде үнсіз қалғандықтар үшін жазаланады. Оны біз жазалаймыз. Үнсіздіктер үшін жазалаймыз. Олардың сатқындығы кәдімгі беттің арын белбеуге түйіп, ашық әшкере орыс басқыншыларына қызмет істеген мәскеушіл орысшыл элитаменен бірдей, тіпті олардан артық, олардан ауыр. Олардың сатқындығы Қытайға жұмыс істейтін қытайшыл элитаменен бірдей, немесе Қытайдың Қазақстанға жіберген жұмсақ күштері, Қытайдың Қазақстандағы диаспоралары шпиондық мекемесіне ашық немесе бейресми, ресми жұмыс істейтіндерменен бірдей, немесе олардан да ауыр. Себебі елдің басына ең ауыр күн туғанда халықты болмайтын діни тағы басқа әлеуметтік тақырыпқа алдап, халықтың миын ашытып, үнсіз қалып, биліктің жуындысын ішіп, сол биліктегі ұрығары қарақшы бандиттермен бірге қазақ халқының миын улауға, адастыруға жұмыс істеп отырған осы аталмыш игі, жақсы, ақын, жазушы, интеллигент, зиялы, молда, мүфти, уағызшы, өгетші, ұлтшыл, абайтанушы, шәкәрім танушы, өнер жұлдызы, ақын, бақсы, бәлгер, осы сияқты сұмырай атаулының біреуін қалтырмай басын шауып тастаймыз. Және олардың басын шапқаннан қазақтың саны азайып қалмайды. Қазақтың алтын құрсақ аналар аман болса, олардың санын толтырады. Мәселе санда емес, сапада. Қазақ ежелден көп болған емеспіз. Осы аз кезіміздің өзінде жұңғармен қынадай қырылдық. Қытаймен 4-5 мың жыл алыстық. Қытайды Еуропаға өткізбей ұстап отырдық. Орыспен 3 ғасыр соғыстық. Орта Азияны орысқа жаулатқызбай ұстап отырған, қорғап отырған біз. Шығыста Жапон теңізіне аяғы жеткен орыс, Орта Азияда қазақты толық жаулай алмай 3 ғасыр мимырттап отырғаны содан. Біз қанды қасап қырғыннан шыққан халықпыз. 3 ғасыр бойына өз ішімізден шыққан сатқынды жазалай алмаған халықпыз. Мен Мәскеуге жұмыс істейтін сатқындар үнемі атын атап тұрып айтам. Қытайға жұмыс істейтін ұлт сатқындарының бетпердесін жыртып отырып айтамын. Жұрттың бәрі біледі. Осы ортадағы үнсіз қалған, әулие сынып, білгіш сынып, шешен сынып жүрген сұмырайлар туралы менің көз қарасымды сұраушы көп болды. Ендеше бүгін ашығын айтам.
Біз ертең олардың бірін тірі қоймай, тоқалдармен қосып бастарын шауып тастаймыз. Қазаққа ондай арсыз, қорқақ, жалтақ, сатқын, ұятсыз, мына қарақшы биліктің, қанішер биліктің жуындысын ішіп, семіріп, тоқалдан тоқал алып, жүйріктен жүйрік мініп жүрген бұндай ұлт сатқындардың керегі жоқ. Олардың діни білімі де, оқыған медреселерде, құрған мешіттерде, оқыған университеттегі сабақтары да ақыретте өздеріне пайда берсе, оны Құдайдан сұрасын. Бірақ біз оларды Құдайдың алдына ертерек жібереміз. Және олар ұлт сатқындармен қатар сатқындар моласы дейтін үлкен молада, үлкен қабырстанда жататын болады. Себебі қазақтың ұлт ретінде аман қалмау сынға түсіп тұрған сәтте олар ұлт тақырыбын көтермеді. Бұлардың бәрі. Және қазіргі мына ырбың, тырбың, ақын, жазушы, телевизордан түспейтін сықақшы, күлкіші, бұлардың бірде-бір аман қалмайды. Сахнада жүрген, ұлт атында жүрген, мына бұралаңдап ән айтып жүрген, мейлі еркегі, мейлі ұрғашысы болсын. Бұлардың барлығы біздің ұлтымыздың басына ауыр күн туғанда бір ауыз айтпаған үшін, үнсіз қалған үшін, қаңтардағы үнсіздік үшін, Қытай қазақтар геноцидқа ұшырағанда үнсіздік үшін, жер сатылатын кезде үнсіз қалған үшін, 5 миллион орысты қаптатқанда үнсіздік үшін, Қарақытайды қаптатқан кездегі үнсіздік үшін бір қалмай басы шабылады. Тура солардың басын шапқаннан қазақта ақын азайып, әнші азайып, әулие білгіш азайып, көсем сөз айтқыш би азайып, жаңағы қазақ азайып қалмайды. Бізге қазақтан ертең жаңа буын, тың буын керек. Сатылмаған, жуынды ішпеген, қанішер бандиттердің, қарақшылардың құлы болмаған жаңа буынды өзіміз өсіріп, өзіміз тәрбиелейміз. Ертең жаңа бір қазақ қоғамы құрылады, жаңа бір қазақ мемлекеті құрылады. Сол кезде ең топас деген әншінің өзі, егер қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғамаса, ертең бас шабылатынын білгенде, қаласын қаламасын ұлтшыл болуға қарай тырысады, кем дегенде. Ал қазіргі сатқын қазақтың көптігі соншалық. Қазіргі сатқын қазақтар қорасындағы қойын сату үшін қойнындағы қатынымен ақылдасар, бірақ ұлтын сату үшін, елін сату үшін ешкіммен ақылдаспайтын арсызға айналды. Ал біз осы ұлт сатқындарының барлығын бірін қалтырмай басын шауып, қазаққа бір тың жаңа заманды орнатамыз. Болашақта қанішер аталсақ аталайық. Бірақ ұлтымызды осындай рактен, осындай азғындардан тазалап кетеміз. Тазалап, дұрыстап, арам шөптерін отап, біз нағыз ұлтшыл, таза, шын жаратушыдан қорқатын, бір Құдайдан қорқатын, ұлт үшін, отан үшін, ел үшін жүрегін жұлып беретін қазақ қоғамын орнатамыз. Қазіргі жапондар, қазіргі Корей, Сингапурлар, мынау еуропалық демократиялық елдердің барлығы осы барыстан өтті. Американың өзі осы барыстан өтті. Біз сол барысты қазақ қоғамында орнатамыз.